Жақында осы тәңіршілдік ұстанамыз деп жүрген адамдардың бір видеосын көріп қалдым. Сонда бір апамыз сондай жасқа келіп ойнастықты мақтанамын деп, мен ойнас жасаған аталарыммен мақтанамын деген видеосын көріп қалдым. Ойнасып тыныстық дейді қазақ. Мақтанам қазақ ретінде біздің ата бабаларымыздың шалбар киіп қатынымызға барғанына мен мақтанам. Бұлар қай атасын айтып отыр? Қазақты айтып отқан жоқ бұлар. Егер қазаққа келетін болсақ, қазақ даласында дәл осы ойнастыққа, зинақорлыққа өлім жазасы берілген. Тәуке ханның 7 жарғысына қарайтын болсақ, көптеген қылмыстарға өлім жазасы беріледі. Жаңағы елін сатқанға, Аллаға тіл тигізгенге, қыз зорлағанға, біреуді әдейілеп өлтіргенге деген секілді келеді да, некелі бола тұра ойнастық жасаған адамға, әйел болсын, ер болсын, өлім жазасы қарастырылған. Және бұл заң біздің қазақ даласында 20 ғасырдың басына шейін жүрген бұл заң. Бұған бірде бір дәлел, Абай жолын оқысаңыздар, білесіздер бәріміз, қодар мен келіні ойнастық жасаған үшін өлім жазасына кесіледі. Дінімізге қарайтын болсақ, Алла тағала не дейді? Зинаға жоламаңдар, тіпті сол зинаға баратын жолға да жақындамаңдар дейді. Бұл арсыздықты адам баласын, кез келген адам баласын санасы қабылдамайды. Сіз өзіңіздің қызыңызға біреу ойнастық жасаған қалайсыз ба? Біреу ойнастық жасап кетсе, ой, мен жігітпен мақтанам, нағыз қазақ екен дейсіз ба? Қарындасыңызбен, әйеліңізбен біреу ойнастық жасап кетсе, ой, нағыз қазақ екен, нағыз еркек екен дейсіз ба? Жоқ, қазақ намысты болған, арлы болған. Ар деген сөзді араққа теңеп, арақ деген сөз қазақтың сусыны, ар деген сөзден шыққан, ақ дегенді бірденен былықтырып жүр. Сол үшін дін істер департаменті осы мәселені қарастырса дейміз. Елдің арасында осындай азғындықты насихаттап, іріткі салып жүрген осындай топтарға бір шара қолданса дейміз. Себебі бұлар біздің ата дінімізге, біздің дәстүрімізге, біздің тілімізге, біздің мәдениетімізге, біздің бүкіл тарихымызға қарсы бір тоқтау болу керек бұлар.